Мұқажанова Гүлжайна Алпамыс батыр жырынан үзінді. Көз жасы байбөрінің бетін жуды, көрмей-ақ өтейін бе деп үйден дуды. Сол күнде Құлтайының аяқ салған, тезекші қара күңнен бір ұл туды. Байбөрі осылайша ойлайды ойды, қайғының ішіндегі бәрін қуды. Балаға таңсық болып жүрген байғұс үйіне алып келіп қылды тойды. Туғандай тумаса да қылайын деп, ұлтан деп ол баланың атын қойды. Бір түрлі болды нұсқасы, порымды мынау баланың. Алдымдағы жақсылар келбетіне қарағым. Кеудесі болды кепедей, мұрны болды төбедей, күрек түсі кетпендей, кеңірдегінің тесігі жүгімен түйе өткендей. Құлағы болды қалқандай, мұрнына қарасаң, сығымданған талқандай. Көзі терең зындандай, басқан ізін қарасаң, көрінет оттың орнындай. Аузы үлкен ошақтай, азу тісі пышақтай, иегі бар сеңгердей, бір батыр болды сол күндей.